Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен небәрі 4 заттан тұратын өте оңай әрі дәмді печенье жасайтын боламыз. Керек заттардың барлығын дайындап алдым. 520 грамм ұн, 320 грамм сары май, 300 грамм қант, 4 жұмыртқа, 10 грамм разрыхитель. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаны салып алдым. Енді 300 грамм қантты салып, ерігенше 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Және үстінен ерітілген суытылған 320 грамм сары майымызды құямыз. Сары май міндетті түрде суытылған болу қажет, ыстық күйінде құюға болмайды. Біздің массамыз дайын болды. Енді құрғақ заттарды араластырамыз. Ұнымызға разрыхительді салып араластырып аламыз. Және ұнды массаға салатын кезде міндетті түрде електен өткізіп, барлығын бірден салмай бөліп салу қажет. Печеньенің қамыры дайын болды. Енді 200 грамм шоколад салып араластырып аламыз. Формаға пергамент төсеп, қолдың көмегімен осылай домалақтап орналастырып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болды. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.